Qadırlı, жетісуөлі Алматы тұрғындары, мынау қарттарайы бұл қазақ халқының ең бір құрметтейтін күнінің бірі. Ақсақалдар тобы республика бойынша 4 миллион екен. 4 миллион ақсақалдың 4 миллион немере шөберелері бар. Құда-құдағилары бар. Сонда біздің санымыз 10 миллионнан асып түседі. Ол не деген сөз? Біздің халқымыздың рухани күші, біздің тарихымыздың жеңісі, біздің халқымыздың құрметті азаматтар тобы. Міне осы үлкен айды күнде дүние жүзінде бір-ақ күнменен тойлап өтеді екен. А бізде бір ай. Біздің әкімдік кейде бұлай дейді: айналайын халқым, жұртым, үлкендер үшін бір айда, 2 айда, 1 жылда аз. Ол біздің тарихымыз, біздің келешегіміз, біздің ұрпақтың жалғастыратын ең құрметті азаматтардың тобы. Міне сол себептен де бүгін сонау басқа аудандардан Наурызбай елінен келіп, жетісуөліне сәлем беріп, құтты болсын тойларың, жалғаса берсін деймін. Екінші бір айтатын дүние, қазақта мақал бар: караванды қыз басқаса қомақты болады, құсты құралай басқаса алысқа ұшады дейді. Байқайым, әкімдерің әдемі, көркем, ақылды екен. Ел бастауға келетін азамат екен. Оның жанында жүрген мына менің қарындасым, ол да жаңағы қарлығаштың 2 қанатындай елге қанатыменен балапанға қалай су берсе, бұл екеуі де сонда еңбек етіп жатыр деп ойлаймын. Сол себептен де аман болыңдар. Айналайын әкім қызым, жаңағы Амара қызым, сендер ел бастауға лайықты адамсыңдар. Өйткені текті туар, ел бастаған тұлпардан тұлпар туар, бәйгеде озған дейді. Міне тектілік көрініп тұр бүгінгі үлкен отырыстан. Міне жердегі жаңағы адамдардың рухы, бейнесі, осы деген үлкен күнге деген ойы. Осындай күндер жалғаса берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік аман болсын. Рахмет. Аға, өзіңізге өмір жасыңыз ұзақ болып, мен осы қасымызда жүре беріңіз. Баяғыда айтты ғой 100 жаса деп. Сонда бір кемпір айтты ғой, неме 100-ден басқа сан жоқ қой деп. Сол 100-ден асыңыз. Луиз апайымызбен, мына Баймұрат Баяна апайымыз сияқты осылай жүре беріңіз. Мына үлкен әжелер отыр ғой. Мына жақта әжелер отыр. Мен үйдегі апайыммен айтып кеттім. 66 жыл бірге тұрам. 66 жыл бірге тұрам. Бірақ соңғы кезде кішкене ауырып қалдым. Біздің ауданда мынандай үлкен қазір іс-шара дайындап жатырмыз. Мен тағдырыма ризамын деген. Онда 55 жыл бірге тұрған, 60 жыл бірге тұрған, 70 жыл бірге тұрған отбасыларына құрмет көрсетеміз. Міне соның бірі. Менің 70 жыл бірге тұрған, бізде 2-ақ отбасы бар. Енді жетісуда көп шығар. Сол менің жаңағы тағдырыма ризамын деген осындай бастаманы сіздер де жасаңыздар. Рахмет.